Қаймақ алынбаған сиырдың таңғы сүті. Қазір осыдан қызыл ірімшік дайындауға кірісіп жатырмын. Қазан тезірек қайнау үшін астын қатырақ қыздырып жағайын. Сүттің түбі күйіп кетпес үшін бұлғап тұрып, қайнау шегіне дейін жеткізіп аламын. Енді осы моментте 10 литр сүтке 1 литр ашыған айран құямын. Пайда болған ірімшікті бұлғамай, осы қалпында қызыл ірімшікке айналғанға дейін баяу отта қайнатамын. Мінекей баппен қайнап жатыр. Осындайда қазанның астына тезек жаққан өте ыңғайлы. Салып қояйық бір-екеуін. Мінекей достар, ірімшіктің қайнап жатқанына 4 сағат уақыт болды. Енді осы кезде қант саламын. Мына деп бетіне сеуіп шығайын. Жалпы бұл жерде қант салу міндетті емес. Әркім өзінің қалауы мен талғамына қарай салмаса да болады. Осы қалпында үстіне ауыр жүкті қойып 2 сағатқа қалдырамын. Бұл кешегі қаймақ алынбаған сиырдың сүтінен дайындалған қызыл ірімшік.